көп, кымбат ұстаздар мен құрметті оқушылар және қадірменді қонақтар. Оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу мақсатында 10-ші сыныптар арасында өткізіліп отырған білімділер бәйгесі атты сайысқа қош келдіңіздер. Өткенді білмей келешекті білу мүмкін емес. Бұрынғының farkын білгендер ғана бүгінгінің farkын ұғады деген өткенімді бүгініммен жалғадым. Олай болса, өткен мен бүгінгі жалғастырып келешекке көз тастайтын сайысымызды әділқазылар мүшесімен таныстырумен бастасақ. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Исахметова Эльмира Жунзельбаевна. Әлеуметтік педагог Муталип Уктаев. Және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Иманбаева Майгүл Тәңірбергенқызы. Сонымен әділқазылар апасымен таныс болсақ, сайысымыздың кезеңдерімен таныс болыңыздар. Бұл не, бәйге және тәрбие әдісі. Бірінші кезеңіміз таңғасырлық сахмыра деп аталады. Яғни бұл кезеңде оқушыларға салт дәстүрге байланысты көрініс көрсету берілген болатын. Олай болса, оқушыларымызды қарсы алайық. Бірінші 10-шы асырғы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал осы бізге жаңадан дүниеге келген Сырым батыр келді, дүниеге келді. Ал біздің ортасында ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, сол сымбатты Бағдат қызымыз дүниеге келді. Ал ондай болса, қазақ салт-дәстүріне байланысты екеуін атақтар қояйық. Я әрине, Майке, сізде адамға мен үшін құда болған не деген құрмет. Ал жақсы ондай болса, екеуміз жүз жасап құда болайық. Сәлем Алқаш, мен сені көргеніңе өте қуаныштымын. Мен сені көргеніңе өте қуаныштымын. Жүріп қайтайық. Алқаш, сені оңаша әңгіме болады ма? Алқаш, біз ағайынға болған жоқ па? Ал сен болса, менің сөйлескен орнына Сырым батырмен сөйлесіңіз. Жоқ, сенің саған деген сөзімдерім жоқ. Мен сырымды жақсы көремін. Әкешім, анашым, мен Адыбайға тұрмысқа шыққым келмейді. Мен Сырымға тұрмысқа шыққым келеді. Жоқ қызым, бұл үйден өтші. Анасы, қызымен сөйлесші. Kızım, ne için şatsın sen? Kaç kaşık geldi. Ana, демалдасың ба? Мен әлемде өнерімді жасқа жүрдім. Kız yedin, Aburaydın balqadişa, buralgan belin nazik, o şirkin dal kadişa. Sevsin kız, sevdiğinge şıksa dağa, buralgan belin nazik, sen kadişa. Бізге бірге болуға рұқсат етіңіз.
Ayın ruhsatını berem. Şahin'dayım olma, ondan gele жатыр. Иә, бәрі дайын. Олар жолдан кетіп қалу керек қазір. Апа, біз келдік. Қалайсың? Жолдан шаршап келдің бе? Аман бол. Отырыңдар. Қалай жүрсіңдер? Жақсы, өте керемет. Қалдарың қалай? Не жаңалысың? Жақсы, қалада жаңалық жоқ. И апа қараңыз, мен жаңа киім алдым. Берекелі, әдемі екен. Апасы байқазыңызды бермейсіз бе? Байғаз ретінде мынау алдын беріп білезігіңді берейін. Апа, байғазы деген не? Байғазы деген ол үлкеннің кішіге деген жаңа киім, жаңа затына беретін сыйлығы. Бізде 10-шы сынып болған, бірақ белгілі бір мәселеге байланысты көрініс дайындалмапты. Жақсы, осымен бірінші кезегіміз аяқталды. Келесі кезек мақал сөздің мәліметі деп аталады. Яғни арқылы сұрақ арқылы мақал мәтелмен жауап берулері қажет. Бірінші, 10-шы А сыныбы ортаға келсеңіздер. Ал сонымен бірінші 10-шы А сыныбынан бастасақ, 1-ден 5-ші ұяшыққа дейінгі стандартты үйреніп жасаңыздар. 3-ші ұяшық. Инемен құдық қазуға бола ма? Осы сұраққа сіздер мақалмен жауап бере аласыздар. Инемен құдық қазған. Жақсы. Он сыныбы, жеті. Білгенім қанша, білмегенім қанша. Дайынсыздар ма? Жоқ, сыныбы. Жоқ, өте дұрыс. Кімнен кім жаман? Жақсы. Шашумен жиналды қайсы оңай? Сонымен жауаптар жақсы, рахмет, тамаша. Дұрыс. Келесі топ. 15-ші ұяшық. Тауып көре ме?
халық саны бойынша Қазақстан орында. Белгілі бір суреттер көрсетілетін болады. Яғни бұл жерде тыйым сөздер бар және белгілі бір шығарманың немесе қазақ жазушыларының бейнесі көрсетіледі. Сол туралы айтуларыңыз қажет жасыма. Біріншісі экранда қандай тыйым сөз? Көрермендер, сіздермен ол қандай тыйым сөз? Сурет арқылы орныңыздан тұрып жауап берейік. Келесі. Бермейді құшақтама бірінші жауап. Ары қарай енді. Ал сонымен бізде бірінші болып аяқтаған 10-шы сынып иә. Сонымен жауаптарыңызды бір-бірден айтып шықсаңыздар қандай? Алғашқы қазақстандық ақшалар 1929-1940 жылға дейін қай жазуды пайдаланды? Қас пен көздің арасында сөзінің мағынасы. Комплекс сөзінің қазақша мағынасы кеше. Жүрегі білік жетпеу сөзінің мағынасы жанашымал. Халық саны бойынша Қазақстан 5-ші орында, 62-ші орында. Бояудан жыр болмас сөздің мағынасы өте жуас. Ескі мата атаулары. Архи сөзінің қазақша мағынасы мұрағат. Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды. 1995 жылғы ит арқанлық янда сөзінің мағынасы өте алыс, қолға енші беріп бөлек шығарылған дүние деп аталады орталық. Тамаша, барлығы дұрыс тапқан. Келесі. Барлық бөлім бойынша 47 ұпай жинаған 10-шы Б сыныбы 2-ші орынмен марапатталады. Барлығы 10-шы Ә сыныбы 1-ші орынмен марапатталады. Жалпы 70 балл жоғары ұпай жинаған 10-шы А сыныбы бас сарқылмайтын ұлттық құндылығымызды әрі қарай толық меңгеріп алсаңдар, ол өзіміз үшін біз қуанатын едік. Және нағыз ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді әрі қарай жалғастыратын мінекей ұрпағымыз сіздерсіздер. Бірінші 10-шы А сыныбына тоқталып кетіп болсақ, бірінші көріністен басталды балалар. Көрініс қойылды. Бесік құда басында мен сәл-сәл кішкене ескертулер айтып кетейін. Бәрі де жақсы, көңіл күйлеріңізге алмаңыздар, бірақ келешекте ескересіздер. Баланы алып келгенде басын жалаңбас алып жүрмейді бала, иә? Бала деп көрсетіңіздер, жақсы. Тұсаукесерді бірден бастап кеттіңіздер, бұлай алып келе жатсыздар, жарайды, тұсаукесер. Кішкене кіріспе сөз болу керек еді, тұсаукесер туралы, иә? Жақсы. Енді тұсаукесер туралы кішкене әнін айтып жүрсеңіздер, иә? Айтып жатады, солай ма? Тұсауын кесіп жатады. Тұсау кескенде батасын жақсы беріп жатыр жаңа, иә? Ана, екінші әгласы батаны жақсы берді көрініс кезінде. Сіздерде бата болған жоқ. Түсіндік? Тұсаукесерде бата айтылады. Әрі қарай қыз ұзату. Қызды шошаңда